Сәлеметсіздер ме оқушылар? Балапан және Еларна каналдарынан видео сабақтарды көріп болсақ, математика пәнінен оқулығымызды ашып, тапсырмаларды орындайық. Сабағымыздың тақырыбы құрама есептер, Алматыға саяхат. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздан үйренетін затымыз екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренетін боласыздар. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабағымыз Алматы қаласының хайуанаттар бағына саяхат дедік, иә? Мана видеороликтен көргендеріңізді көрген боларсыздар. Алматы қаласында хайуанаттар бағы бар. Ол Қазақстандағы ең алғашқы зообақтардың бірі екен. Оның құрылғанына 80 жыл болған екен. Ендеше бірінші тапсырманы орындайық. Балалар, мына есептерді шығара отырып, есептердің хайуанаттар бағында жануарлардың әр түрінен нешеуі барын анықтай аласыздар. Есептердің орындалу реті бойынша дұрыстап жазып шығарамыз. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін, балалар, келесі тапсырма екінші есеп. Аналық керіктің массасы 6 центнер. Аталық керіктің массасы аналығына қарағанда 2 есе ауыр. Ал төлінің массасы аталығынан 6 есе жеңіл дейді. Керіктің төлінің массасы неше центнер дейді, балалар. Бұл жерде бұл көріп тұрғаныңыздай бір сұрақты есеп емес, екі сұрақты есеп, иә? Есебімізде қанша сұрақ болса, есебіміз сонша амалдан тұрады дегенді білдіреді. Ендеше балалар, осы екі амалды есепті орындап, осы кесте бойынша орындарына қойып, шешуі мен жауабын жазамыз. Одан кейін, балалар, үшінші есепке қараймыз. Үшінші есепте мына сұлбаларды көріп тұрмыз ба? Сол сұлбаларға байланысты есептерді таңдаймыз. Бірінші турда 14 түлкі бар. Бұл екіншісіне қарағанда 2 есе артық дейді. Екі торда барлығы неше түлкі бар дейді. Балалар, есептердің шарттарын мұқият оқып, мына сұлбаларға қарап отырып, қай сұлбаға сәйкес екенін табамыз және шешуі мен жауабымен бірге дәптерімізге жазамыз. Одан кейін үй жұмысы. Үй жұмысына, балалар, осы есепті, яғни төртінші есепті шығарамыз. Төртінші есепте А нұсқасы және Ә нұсқасы берілген. Екі нұсқаның есебінде үй жұмысына жазамыз.